Баршаңызға сәлем. Бұл видеода сіздерге компьютерге немесе ноутбуктарыңызға экран блокировканы қалай қою керек екенін көрсететін боламын. Ал видеомызды бастамас бұрын каналымызға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Ал ендеше бастайық. Сіздерде Windows 10 болсын, 11 болсын, барлығында бірдей параметрді ашасыздар. Параметрде учетный запись бөліміне кіресіздер де, осы жерден варианты входа дегенге кіреміз. Пароль кіреміз, сосын осы жерден добавить басып, новый пароль создать етеміз. Оны қайталап жазамыз, және подсказка пароля дегенге өздеріңіз бөлек бір сан жасаңыздар болады. Готово. Болды. Енді қазір тексеріп көрейік. Экран блокировкаға пароль қойылды. Ашылды. Енді осы парольді керісінше қалай алып тастау керек екенін де көрсететін боламын. Ол үшін дәл жаңағыдай параметрге кіріп, учетный записке, сосын варианты входа, пароль, изменить дегенді басамыз осы жерден. Сосын алдыңғы қойылған паролімізді енгізіп, далені басамыз. Сосын новый пароль қойсақ, біз қайтып өзгерте аламыз осы жерден басқа парольге. Ал алып тастауымыз үшін әрмен қарай дәле батырмасын басып, енді бізде пароль алып тасталды. Готово. X-ті басып шығамызды қайта тексеріп көреміз. Пароль алып тасталды. Баршаңызға рахмет. Осымен видеомыз аяқталды.